Армысыздар, эфирде шарайына. 5-ші арна жаңалықтар қызмет ұсынатын ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Студияда Құралай Көбенова, бүгін көретіндеріңіз. Михайловка тұрғындарының зәресі ұшты. Аудан көшелерінде еркін жүрген ірі алабай өзге иттерге шабуыл жасап балаларды қорқытуда. Көксу маңындағы жол бойында көрінген киік қайда кетті? Бөкенге қатысты оқиғаның ақ қарасы анықталды. Орман шаруашылығы инспекциясы жағдайды түсіндірді. Қарағандылық судьялар даулы нысанды өз көзімен көрді. Нұркен Әбдіров даңғылындағы бизнес орталықтың баспалдығына қатысты іс бойынша көшпелі сот отырысы өтті. Қазақстандықтар ет жеуді сиреткен бе? Ет саудасының күрт төмендеуіне не себеп және ақпарат қаншалықты шындыққа жанасады? Михайловка көшелерінде бүкіл ауданның зәресін алған агрессивті алабай жүр. Өткен сенбіде иесіз жануар басқа иттерге шабуыл жасап, балаларға сес көрсеткен. Куәгерлердің айтуынша ит үй итін талап тастаған. Толығырақ тілші тарқатады. Я шел с тренировки и Тіке жүріп келе жатқанда алдынан қарға бауы бар ит шықты. Ол маған тап беріп жеңімнен тістеп алды. Түнделетіп жалғыз өзі жүр екен. Мені бір рет қауып үлгерді. Оқиға сенбі күні болған. 8 жастағы Олег қатты қорыққанымен сабыр сақтапты. Ал маңайда жүрген ересектер баланың жағдайына пысқырып та қарамаған. Жеткіншек болса ит кеткенше жақын маңдағы дәріханаға кіріп кеткен. Дене жарақаты жоқ, бірақ қалың күрткесінде алабайдың азуынан қалған 2 із қалыпты. Сын пришел с тренировки, он плачет. Ұлым үйге жылап келді. Не болды деп сұрасам, маған алабай шапты дейді. Басында қорыққаннан айтып тұрған болар. Жай бір жолақы ит шығар деп ойладым. Баламның дәріханаға барып тығылғаны үлкен ақыл болды. Егер айқайлап қарса, соңғы жағынан аяқталар ма еді. Мен оны тексеріп бірден полицияға хабарластым. Қалада осындай ірі әрі қауіпті ит бос жүрсе, белгілі бір шара қолдану керек. Алексейдің айтуынша құзырлы органдарға арыз жазғанымен олардан ешқандай пәрмен болмаған. Участковый мне задает вопрос, а как я ее буду? Учаскелік полицей маған мен итті қалай табамын деп сұрақ қояды. Түсінбедім, сонда итті өзім тауып, бөлімшеге жетелеп апарып, қамап беруім керек пе? Қалай ішінде қауіпті ит жүргенде не істеу керектігі туралы олардан нақты нұсқаулық жоқ па? Арада 2 сағат өткенде сол итті тағы көрдім. Суретке түсіріп полицейге хабарладым. Ол болса, мен кинологтарға айтамын дейді де, кейін маған қайта хабарласып, менің сөзімді елемей жатыр. Өзіңіз телефон соғып көріңізші дейді. Алексейдің ашуын айтсегені полиция қызметкерлерінің бейжайлығы. Оқиға мектеп маңында болғандықтан басқа да балалардың қауіпсіздігі үшін алаңдаймын дейді. Ал көршілес шаштараз қызметкерлері сол алабайдың тағы бір балаға тап бергенін көріпті. Ол кезде анасы баласын құтқарып үлгерген. Предупредите всех, не знаю, Бәріне ескертіңіздер, таратыңыздар, бір жерге хабарласыңыздаршы. Мына жердегі кішкентай иттердің бәрін талап тастайтын болды. Жүрегім ауырып кетті, шыдай алар емеспін. Ана қыз қорыққаннан итінің қарғы бауын жібере салды. Ит жұлқылап, талап, аузымен көз құлағына дейін жармасып жатыр. WhatsApp чаттарда алабайдың суреті тарап жатқанда есі де табыла кетті. Сөйтсе қожайыны қар тазалап жүргенде 6 айлық төбеті байқаусызда қашып кеткен. Мы много лет говорим одно и то же. Ең қауіпті шабуылдарды иесі бақылаудан шығарып алған немесе өз бетінше жібере салған үй иттері жасайды. Мұндай жағдайда адам толық жауап беруі тиіс. Біріншіден, қауіпті жануарды бос жібергені үшін айыппұл төлеу керек. Ветеринария қызметі итті иесі келгенше қамауда ұстауға тиіс еді. Ал полиция бірден айыппұл арқалатуы керек. Облыстық ветеринария басқармасының мәліметінше бос жүрген ит туралы ақпарат сенбі күні түскен. Қарағанды қалалық ветеринариялық станциясының аулау қызметі көрсетілген мекенжайға барды. Алайда олар жеткенше иесі итін өзі тауып алып кеткен. Енді иттің қожайыны болғандықтан бұл іспен учаскелік полиция айналысады. Алабайдың иесі итінің еміне кететін шығынды өз еркімен төлейтіні белгілі. Ал балаға жасалған шабуыл үшін жауапқа тартыла ма, ол жағы әзірге белгісіз. Диана Саятқызы, Ирина Бешеевич, Оксана Мисюхина, Равиль Валеев, 5-ші арна. Киік қайда жоғалды? Көксу маңындағы жол бойында байқалған реликті бөкенге қатысты оқиға жалғасын тапты. Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы шын мәнінде не болғанын түсіндіріп, заңсыз аң аулауғаны үшін жауапкершілік бар екенін еске салды. Тақырыпты тілші жалғастырады. Қараңыздаршы, киік тура жолдың үстінде жатыр, тыныс алып жатыр, тірі екен. Оны ешкім қақпаған, жай ғана суықтан тоңып қалғандау. Жол бойында жатқан бұл киік жұрт арасында үлкен талқылау тудырды. Оны Саршұнақ аяз кезінде Көксу маңындағы жолдан таспаға түсіріп алған. Артынша жануарды құтқару үшін орман шаруашылығының жедел тобы аттанды. Олар аумақты бірнеше рет сүзіп шыққанымен де бөкенді таба алмады. Мамандар мұндай жағдайлардың жиі кездесетінін айтады. Киіктер әлсіреп қалады, сондықтан тек мықтылары ғана күн жылынғанша аман жете алады. Данная особь, которая была заснята,
Бейнежазбаға түсіп қалған бұл киік аталған жерден табылмады. Ол жерде не өлісі, не тірісі болған жоқ. Киік дәрменсіз күйде болған, бірақ ғылымда бұл табиғи құбылыс саналады. Күйік кезеңінен кейін киіктердің жалпы санының шамамен 10-15% табиғи түрде шығынға ұшырайды. Яғни аталықтары күйіктен соң ауа райының қолайсыздығына байланысты тиісті май жинап үлгермейді. Бұл табиғи процесс қыстың жылы болуына байланысты киіктердің бәрі бірдей оңтүстік өңірлерге қоныс аудармай, біздің аудандарда қыстап қалды. Бұған автобандар, жол айрықтары мен табиғи көші-қон жолдарын бөгеп тастаған түрлі қоршаулар кедергі болуы мүмкін. Постройка железных дорог, автодорог. Өкінішке қарай темір жолдар мен автокөлік жолдарының салынуы да көші-қон бағыттары мен мекендеу орындарын өзгертті. Тиісінше киік саны артып, олардың таралу аймағы кеңейді. Мысалы, қазір олар Абай ауданында Шерубай Нұра су қоймасының маңында, Южный кенті мен Красная Поляна жақта да кездеседі. Биылғы қыстың қалың қарлы болуына қарамастан олар осы өңірде қалып қойды. Мамандар киіктер үшін үлкен қауіпке айналған иттер мәселесін тағы да еске салды. Вблизи населенных пунктов основная проблема это Елді мекендердің маңындағы қаңғыбас иттер киіктерді бірден өлтірмесе де талап жарақаттайды. Соның салдарынан әлсіреген киік жерге жатып, соңында арам өледі. Сондықтан жергілікті тұрғындардан, әсіресе ауылдық жерлердегі азаматтардан иттерін байлауда ұстауын сұраймыз. Сондай-ақ су маңындағы және орман құстарына аңшылық маусымы басталатыны ескертілді. Шет және Ақтоғай аудандарында аңшылық 28 наурыз бен 11 сәуір аралығында, ал Осакаровка, Нұра, Бұхар жырау, Қарқаралы және Абай аудандарында 11 сәуір мен 25 сәуір аралығында рұқсат етіледі. Үйрек ату тек қолдан жасалған макеттер немесе баулы құстардың көмегімен жүргізілуі тиіс. в том-то и дело, что Үйректерге макеттер мен баулы құстар арқылы аңшылық жасаудың басты себебі ұрғашыларын атуға жол бермеу. Өйткені келесі ұрпақты сақтау үшін тек еркектері ғана макетке немесе дыбысқа жауап беріп жақындайды. Аңшының аңшылық куәлігі, аң аулауға рұқсат жолдамасы және Ішкі істер министрлігі берген қару ұстауға рұқсат қағазы болуы шарт. Бекітілген аумақтарды күзету қорықшылар қызметіне жүктелген. Сондықтан да аңшылық ережелерінің сақталуы қатаң тексерілетін ескеру қажет. за нарушение правил охоты Аңшылық ережелерін бұзған үшін, атап айтқанда жолдамасыз аң аулаған үшін әкімшілік айыппұл салынады. Егер рұқсатсыз аң атылса, жануарлар дүниесіне келтірілген залал үшін қосымша талап арыз қойылады. Ал аңшылық маусымынан тыс уақытта аң аулау кез келген жағдайда заң бұзушылық болып табылады. Мұндай жағдайда әкімшілік жазадан бастап тіпті қылмыстық жауапкершілікке дейін шара қолданылуы мүмкін. Құралай Көбенова, Ирина Бабишевич, Оксана Митюхина, Данил Заславский, 5 арна. Өз көзімен көру. Қарағандыда судьялар сот залынан тыс жерге шықты. Облыстық соттың апелляциялық алқасында Нұркен Әбдіров даңғылындағы бизнес орталықта орналасқан баспалдаққа қатысты шулы істі қарау жалғасуда. Бұл жолы сот даулы нысанда тек құжаттары мен сараптамалар арқылы ғана емес, сол жердің өзінде зерттеу үшін көшпелі отырыс өткізді. Тақырыпты тілші жалғастырады. Бұл ғимараттағы баспалдақтауы былтыр жаздан бері жалғасып келеді. Жаңа қожайын 1-ші қабаттан 5-ші қабатқа дейінгі баспалдақты да сатып алған. Қазір ол бұл жерді тек өз асханасына келушілер ғана пайдалана алады деп отыр. Ал 2-ші және 3-ші қабаттағы кеңсе иелері бұған келіспей сотқа жүгінген. 1-ші сатыдағы сот меншік құқығын қозғамай, баспалдақты белгілі бір тұлғаларға пайдалануға рұқсат берумен шектелді. Іс барысында бұл нысан 6 рет сатылған анықталды. Мы лишены Біз жеке меншікке қатысты конституциялық құқығымыздан айырылып отырмыз. Яғни өз мүлкімізге өзіміз иелік ете алмаймыз, не оны жалға бере алмаймыз, сата алмаймыз. Сондықтан жауапкердің жасаған мәмілесі біздің құқығымызды аяққа таптап отыр. Ең қызығы, бұл келісімшарттың заңдылығы күмән тудырады. Өйткені баспалдақ алаңының шаршы метрі 4-ші немесе 5-ші қабаттардың құнынан 3 есе қымбат бағаланған. Бұл жағдай ортақ мүлікті заңдастырып алудың әбден әккіленген жоспарына ұқсайды. Нысан бір қолдан 2-ші қолға өткен. Сондықтан қазір бұл іс Қарағанды облыстық сотының апелляциялық алқасында қаралып жатыр. Сегодня выездной суд. Бүгін көшпелі сот отырысы өтіп жатыр. Не шешетінін көрейік. Осымен оңай болды. Міне, 1 жылға жуықтады. Біз артқы жақтағы өрт сөндіру есігінен кіріп шығып жүрміз. Бұл өте ыңғайсыз. Соның кесірінен қаншама тапсырыс беруші мен тұтынушымыздан айырылдық. Біз өмір бойы негізгі есіктен кіріп жүрдік. Құжатта да бұл баспалдақ ортақ пайдаланудағы нысан екені тайғақтан ба басқандай жазылған. Егер қазір сотта жеңілсек, бұл үлкен резонанс тудырады.
Бұл жаз айында әкімдіктің талабымен ескі тұрғындар үшін ашылған өткел. Адамдар өз жайларына жету үшін бұл жерді ретке келтіруге аз күш пен қаражат жұмсалмаған. Мысалы, құлап қалмау үшін арнайы тұтқалар орнатылған. Сот мүшелері бұл жерде өз көзімен көріп, біздің күнделікті қандай қауіпке бастып жүргенімізді түсінді. Іште адамдар құлап аяғын сындырып жатыр. Бірнеше келеңсіз оқиға болды, бірақ өкінішке қарай оны ешкім тіркеген жоқ. Нысан иелері шығынға батып отырғанын айтады, себебі апаттық есік арқылы қатынайтын негізгі кіреберісі жабық ғимаратты ешкім жалға алғысы келмейді. Бұл мәмілелердің бәрін жіпке тізсек, біздің сенім білдірушілеріміздің құқығы өрескел бұзылғанын көреміз. Ортақ мүлікке үлесі бар иелер сол құқығынан айырылып қалған. Барлық келісімшарт, соның ішінде ең соңғы мәміле де заңға қайшы жасалған. Қарағандыда жертөле мен шатырды сатып жіберу үйреншікті жағдайға айналғандай. Енді баспалдақта саудаға түссе, бұл заңсыздықтың шыңы болмақ. Ортақ мүлік басқа иелердің құқығын шектейтін болса, ол ешқашан жеке меншікке өтпеуі тиіс. Диана Саятқызы, Ирина Вабишевич, Оксана Митюхина, Равиль Валеев, 5-ші арна. 15 келінің орнына 3 келі ғана алады. Қазақстандықтар ет жеуді азайтып жатыр. Саудагерлердің айтуынша, ет саудасы бірнеше есеге төмендеген. Бұл қаншалықты шындық және мұның себебі неде? Бұл тақырыпты тілшілеріміз зерттеп көрді. Ең алдымен біз қарағандылықтардан ет бағасының өсуіне байланысты бұл өнімді шынымен аз сатып ала бастаған ба сұрап білдік. Жоқ, маған бәрі баяғыдай сияқты көрінеді. Тауық еті болсын, мал еті болсын, айырмашылық жоқ сияқты. Бізде қалай болды, солай қалды. Егер қарт кісілерге, тіпті менің өз туыстарыма назар аударсақ, олар шынымен де арзанырақ өнім, мәселен таза ет емес, сүйек саяқ сияқты нәрселерді алуға тырысады. Өйткені ет бағасы қазір бірнеше есеге өсіп кетті. Бұрынғымен салыстырғанда әлде қайда қарапайым тамақтануға көшкен. Қазақ етсіз қалай болсын? Бірақ бұрын күніне 3 мезгіл жесек, қазір 2 мезгіл жейміз. Цены на мясо. Сиыр еті болсын, басқасы болсын, бағаның өзгергенін немесе айтарлықтай айырмашылықты көріп тұрған жоқпын. Мен жалпы ет жемеймін, сондықтан сатып алмайым. Честно говоря, пока нет. Шынымды айтсам, әзірге ештеңе өзгерген жоқ. Сиыр етінде, шошқа етінде бұрынғыша сатып алып жатырмыз. Әрі қарай көре жатармыз. Қарағандыдағы мал сою цехының өкілі сауданың күрт төмендегенін растады. Оның айтуынша сатып алушылар бағаның жоғарылағанына шағымданады. Тіпті 1600-1800 теңге аралығындағы киік етінің өзі нашар өтуде. Раньше продавали... Бұрын біз күніне 15-20 киік тушасын сататынбыз. Қазір аптасына 3-5 тушаны өткізе алмай қалатын кездеріміз болады. Халық аз алатын болды. Бұл кез келген ет түріне қатысты. Мәселен, біз жылқы етін 2200-2400 теңгеден сататынбыз. Астана жақсы алатын. 3 айда 20 тонна өткізетін едік. Қазір жағдай мүлдем нашар. Өткен жылдан бастап ет алу біртіндеп азайды. Ал биыл жағдай тіпті қиындап барады. Жаңа жылдан кейін сауда бұрынғыдай жақсарады деп үміттенген едік. Бірақ қазір бәрі керісінше болып тұр. Сиыр еті бір жыл ішінде 30%-ға қымбаттады, бірақ фермерлер бұдан еш пайда көріп отырмағандарын айтады. Ұзақ уақыт бойы баға әкімшілік тетіктер арқылы жасанды түрде ұсталып келді. Ал жалпы алғанда сиыр басының саны азайып кеткен. Фермерлер ұзақ уақыт бойы табыс пен шығынның шегінде жұмыс істеп келді. Мемлекеттік базаларды қайта тексеру кезінде жазып қойылған 2 миллионға жуық мал басының өшірілуі жағдайды қиындата түсті. Аналық мал басының нақты тапшылығы 20-30%-ға қысқаруы енді өз шартын қойып отыр. Көптеген фермерлер экономикалық тиімділікті көрмегендіктен өздерінің негізгі капиталын шеп табыса бастады. Баға жоғары болғандықтан сатып алушылар етті аз мөлшерде алады немесе тушаның арзанырақ бөліктерін таңдайды. Дегенмен Азамат Шалмағанбетов әлеуметтік павильондар мен жәрмеңкелерге өнім жеткізу бұл тығырықтан шығудың жолы болуы мүмкін деп санайды. Ол сауданың төмендеуін алдымен жаңа жылдан кейінгі тоқыраумен, содан кейін ораза айымен түсіндіреді. Да, мы видим падение на супермаркет. Біз супермаркеттердегі сауданың төмендегенін көріп отырмыз. Өзіміз жұмыс істейтін кулинария бөлімдерінде де келушілер азайды. Есесінен біздің әлеуметтік дүкендердегі сұраныстың артқанын байқап отырмыз. Мен өзіміздің сүйікті фермерлеріміз туралы айтқым келеді. Олар 14 жылдан бері білемін. Олар осы уақыт бойы үнемі шағымданып, өліп бара жатырмыз деп жылайды. Бірақ осы жылдар ішінде ешқайсысы өле қойған жоқ. Маған сенесіз бе? Біз жұмыс істейтін ұйымдар 2014 жылдан бері өліп келеді. Бәрі бейшара, бәрі сорлы, аяп кетесің. Олардың бұл әні ешқашан бітпейді. Бұл қалыпты жағдай. Олар әрқашан осындай құрбан кейпінде жүреді. Кәсіпкердің айтуынша, Қазақстанда сиыр етінің бағасы фермерлер айтқандай келісіне 10-12 мың теңге болмауы керек. Мысалы, Беларусьте сиыр еті $4,3 тұрса, Аргентинадан келетін еттің бағасы $3,2. Құралай Көбенова, Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Равиль Валеев, 5-ші арна.
наличии есть вот такая шикарная моделька. Осындай тамаша модель бар. Ол өте жеңіл, салмақсыз, сонымен қатар гелді табанмен. Ол ешқашан жарылып кетпейді, сүйектерге өте жұмсақ, ештеңе сезбейтін боласыз. Қарағандылықтар мен қала қонақтарының назарына Азия сауда үйіндегі Ресей және Беларусь аяқ киім жәрмеңкесі жабылар алдында соңғы сатылым жариялады. Қысқы, күзгі, көктемгі және жазғы аяқ киімдер топтамасына бұрын соңды болмаған жеңілдік. Барлығы 15 000 теңгеден. Дорогие жители города Караганда, Құрметті Қарағанды тұрғындары, Қазақстандағы аяқ киім жәрмеңкесінің жабылуына байланысты бізде тауарлардың жаппай сатуы басталады. Кез келген аяқ киім 15 000 теңгеден, әйелдер аяқ киімдері 36-дан 42-ге дейін. Ерлерге 42-ден 45-ге дейін аралықта өлшемдері бар. Барлық маусымдарға арналған әйелдер модельдері, көктемгі және жазғы ерлер аяқ киімдері ұсынылған. Жәрмеңкеде тек өздерін дәлелдеген және сенімді фабрикалардың модельдері ұсынылған. Барлық аяқ киім табиғи материалдардан жасалған, сапалы және жеп-жеңіл. Сонымен қатар жәрмеңкеге аяқ киімдердің жаңа топтамасы көптеп келді. обувь идет на проблемную ножку. Проблемалық аяқтарға арналған аяқ киім, шығыңқы сүйектерге, жеңіл әрі ұзақ киілетін, былғары, ортопедиялық, массаждық әсері бар табандармен. Барлық модельдер 15 000 теңгеден, кез келген маусымға арналған аяқ киімдер. Кез келген модельді таңдасаңыз да, барлығы бар жоғы 15 000 теңге. Беріктік, сенімділік, ұзаққа шыдамдылық және ыңғайлылықты осындай бағамен үйлестіру бұл Қарағанды тұрғындар мен қала қонақтары үшін нағыз сыйлық. Көптеген адамдар Ресей және Беларусь өндірушілерінің жәрмеңкесінде ұсынылған аяқ киімдердің сапасын өздері көріп бағалауға мүмкіндік алды. На столах у нас свыше 700. Бізде 700-ден астам аяқ киім бар. Аяқ киімнің барлығы сапалы, жеңіл және ұзақ киіс береді. 15 000 теңгеге сапалы аяқ киім сатып алу мүмкіндігін жіберіп алмаңыздар. Сонымен қатар жәрмеңкеде қолдан тоқылған ұлтарақтар мен шұлықтар, сондай-ақ кез келген талғамға, өлшем мен түске сай жоғары сапалы Иваново текстилі ұсынылған. Разные размеры, это начиная от... Бізде әртүрлі өлшемдегі төсек жабдықтары да бар. Бір кісілік үлгіден бастап отбасыға арналған түрлерге дейін. Сондай-ақ жастықтардың кең таңдауы ұсынылған. Әртүрлі толтырғыштар мен өлшемдері 70-70 және 50-70. Көрпелер де әртүрлі. Толтырғыштары да сан алуан. Бір кісілікте бар үлкен өлшемдегі, яғни евро нұсқалары да ұсынылған. Беларусь және Ресей аяқ киім өндірушілерінің, сондай-ақ Иваново текстилінің жәрмеңкесі Қарағанды қаласында 22 наурызға дейін жалғасады. Сатып алушыларды Жауынгер интернационалистер көшесі 31, Азия сауда үйі, 0-ші қабат, 7-ші бутикте сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін түскі үзіліссіз күтеді. Бүгінге жиналған ақпараттар легі осындай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.